Қайырлы күн, булочкин рецептін осылайынан сүт құямыз. Негізі, егерде аздау істесеңіздер, шай кесемен құйсаңыздар болады. Мен 2 кесе көп құйып жатырмын. Грамдап өлшеп құйдым осылайынан. Содан 1 литр кесе су құямыз. Содан кейін үстіне дрожжи басамыз. Можно обзвонить всех знакомых в поисках проверенных юристов, поехать к ним в офис, дождаться очереди. Тұз бәрін дәміне қарай қосамыз. Дрожжыны 2 столовый ложка, мына жерде менде 2 столовый ложка майонез. Тұз қоспауға міндетті емес, тұз қосуды вообще қоспаса да болады. Қастың ұшымен по желанию, көп керек емес, өйткені бұл булочки ғой. Осылайынан жақсылап қант қосамыз. Он 2 қасық қант, 12 қасық сүт, 12 қасық сұйық май, 12 қасық тағы не, солай қосамыз. 12 қасықтан. Содан кейін алып жұмсақ қылып билейміз. Оны көбірек салмаймыз. Азырақ литр қосамыз, одан сайын әдемі болады. Дүкеннің несіндей болады. Булочкиндай болады. Содан кейін осының үстіне ұн қосамыз. Осылайынан елейміз. 1 килограммдай ұн кетеді. Егерде үйлеріңізде весы болмаса, осылайынан кесемен өлшеп құйып аламыз. Егерде үйде адам аз болып өзіңізге пісірсеңіздер, 1 чайный кесе, 1 чайный не, сұйық май, солай құямыз. Оны аз болып кетсе, үстіне осылайынан тағыдан қосып, осылайынан үйлеп жүреміз. Жұмсақ қылып елейміз. Өте тез көтеріледі. Осылайынан жақсылап тәрбиелеп аламыз. Мына осындай болу керек. Немесе сұйық майды құймай, үстіне құйып, немесе кесеге құйып алып, қолдарыңызды матырып былай бассаңыздар да болады. Ең жақсылап қандырамыз, немесе суға нетіп алып, осылайынан басып көбірек елейміз. Үйі қанғанша 15-20 минутта елесеңіздер жақсылап. Піскен кезде күшті болып піседі, күшті болып көтеріледі, мощный болады. Бұл ұнмен, тестамен, қамырмен. Бауырсақты да пісіре бересіздер. Бауырсақ бәрі күшті болады. Бірақ бауырсақты жайғанда енді нетеміз. Онды көп салмай жаямыз. Май сорып алады, біздің осылай көтерілді, көрдіңіздер ме? Онды жағып, булочкиді осылайынан керемет болады. Булочкаға кішкене ұн көбірек болса ештеңе етпейді. Мен булочки істеп жатырмын қазір. Негізі бауырсақ істейтін болсаңыздар, мынандай домалақ қып, немесе 4-5 топ кесіп істесеңіздер, онда астына азырақ салып, жайып істесеңіздер, мощный бауырсақ, мощный булочки болады. Бауырсақты осылайынан елеп сатсаңыздар да, керемет бауырсақ болып шығады. Заказ алса да болады. Видеоның соңына шейін қарап, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Көп рахмет. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге. Мына
осыны істедім булочки. Кішкентай қылып істедім. Сосын піскен кезде көтеріліп үлкен болып шықты. Осыны қолға жабысқақ болу керек. Немесе домалақ қойып, үстіне шүберек жауып, кішкене көтерілтіп алсаңыздар да болады. Егер де бауырсақ болатын болса, бауырсақ пісірсеңіздер, қатты ашытпаңыздар. Көпке дейін қызарып піспей, қатты қызармай піседі. Осыны турап аламыз. Ортасына начинка, творог болсын, сгущенка вареная қоссаңыздар болады. Сол жеріне. Осыны кестік, осыны айналдырып істейміз. Басқа да формада істей алсаңыздар, істесеңіздер болады. Мен әртүрлі формада істедім. Өздеріңіз қалауларыңызша. Керемет булочки болып шығады. Үстіне кунжут септім. Қош сау болыңыздар, келесі видеоға